Сәлеметсіздер ме? Мен Оралхан Бөкей атындағы номер 44 лицейінің 7 сынып оқушысы Зини Каримова Назерке. Мен сіздерді келе жатқан 4 маусым Қазақстан Республикасы рәміздер мерекесімен құттықтаймын. Халқымыз тыныш, жұртымыз аман болсын. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін оның ажырағысыз атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік гимн мемлекеттік рәміздер болып табылады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы жайлы айтып кетсек, оның ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген. Тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабынының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ түрінде бейнеленген. Шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап уақыттар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде 5 бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазуы бар. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәуетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимні. Бұрын менің Қазақстан мәні ретінде танымал болған Қазақстанның гимн президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша 2006 жылы 6 қаңтарда еліміздің парламентінде бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекет басшысының салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалды.